Баршаңызға сәлем, құрметті достар. Бүгін қозының етінен құрдақ жасап көрсететін боламын. Ол үшін қозының ащы шегін әдемілеп өріп аламыз. Шекті турап салғаннан гөрі осылай өріп салған әдемі көрінеді. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша каналды қолдап отырсаңыздар екен. Ал бұл тақия қарын деп аталады. Бұны тазалау үшін алдын ала тұзға салып қоямыз. Су ештеме құймаймыз. Тұзды көбірек салып 5-6 сағат қойып қойсаңыз жақсы тазаланады. Осылай тақтайдың бетіне жайып, пышақпен жақсылап қырып аламыз. Ал бұл бүйрек. Бүйректің майын алып тастаймыз осылай. Одан кейін ұсақтап тураймыз. Сыртындағы пленкасын алып тастау керек. Пленкасын алу үшін бүйректі осылай ортасынан қақ бөлсе, өзі сыдырылып түседі. Алуға оңай болады. Бұдан кейін жүректі тураймыз. Жүректің керек емес жерлерін алып тастаймыз. Сосын сақтап майдалап турап аламыз. Ал бұл үш май. Бұны алдын ала морозильникке қатырып алғанмын. Содан кейін сәл жібітіп, турасаңыздар жеңіл туралады. Ал бұл қозының тоқ сүйегі. Бұл да морозильникте қатырылған. Турауға жеңіл болады, қыздар, осылай қатырып алып барып турасаңыздар. Қуырдаққа мен мойынның етін турадым. Мінекей мынау мойынның еті. Және мойынның өзін осылай шағындап шауып алдық. Бұл өкпе. Өкпені алдын ала суға пісіріп алдым. Бір бұқтырып алсаңыздар жетеді. Бұл құйрық. Құйрықты да алдын ала қатырып турасаңыздар жеңіл болады. Достар, қазақша каналды қолдап, каналыма тіркеліп отырсаңыздар екен. Және достарыңызбен бөлісіп, ұнаса лайк басып, комментарий жазып, және қоңырау все деген батырманы бассаңыздар, сіздерге менің жүктеген видеом туралы хабарлама келіп түседі. Сонда алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Құйрықты сәл қызған сұйық майға шыжғырып аламын. Қатты шыжғырмаймын. Сәл қызарғаннан кейін қалақпен сүзіп алып қою керек. Сосын оны ең артынан қуырдақ піскен кезде бетіне салсаңыздар болады.
және өте дәмді болады қуырдақ. Мен тек мойынның сүйектерін ғана салдым. Қуырдақ егер қонаққа арналған болса, онда әрине омыртқа немесе белдеме сүйектерін салған дұрыс. Бұл бауырды қуырдақ пісуге бір 10 минут қалған кезде салсаңыздар болады. Жуанын да соңына қарай саламыз. Және бұрыш салдым. Мінекей ең соңында бағанағы шыжғырылған құйрықты қостым. Қуырдақты 1,5 сағаттай жай отпен пісірдім. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Қуырдақтың шөлін осылай табақтың жиегіне құйып шықтым. Ортасына құймадым, өйткені қуырдақ майлы болып кетпеу үшін. Ас болсын, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін қош сау болыңыздар. Сіздермен болған Гүлнар Сапарқызы.